ата-аналарына жақсы көрем деп көп айтыңдар. Жоқ, просто так бөлі қой енді, бір қой емес, екі қой емес, кәдімгідей 30 қой. Иә. О! Жан, ты лучше у меня! Оған кезде жүрегі ауырып қасып. Бәріне мен жанымда, өнім асым қуарлы, отбасымның қамы, қайтам. Біз Ақсеңгір ауылынан 3 отбасыны таңдап, оларға 30 қой және 2 ангус сиырын бердік. Жоба соңында қойдың санын көбейткен, және сиырдың салмағын өсірген отбасы 10 миллион теңгеге ие болады. Онға тидім. Оны ешкім тексере алмайды оған. Бәріне сәлем, біздің сүйікті көрермендеріміз. Қаларыңыз қалай, амансыздар ма? Бұл Құнар Плюс жобасы әдеттегідей Ақсеңгірдеміз, көріп тұрғандарыңыздай. Және сіздердің сүйікті жүргізушілеріңіз аңсаған. Бүгін жаңа шығарылымды бастаймыз. Бұл жерде біз отбасылық сайыс. Дәл осы мылтықпен жарысады біздің отағаларымыз. Және біз сиырларға GPS тағамыз. Өйткені сиырлар адасып кетуі мүмкін деген оймен. Мүмкін онда оймен емес, оны біз эксперттен сұрайтын боламыз. Шығарылым бастамас бұрын бірден каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып кетіңіздер. Қай отбасыға жанкүйерсіздер, міндетті түрде жазыңыздар, өйткені біздің сайыстың ең қызған шағы келе жатыр. Бәрінде 1-2 қой айырмашылығымен әрбір сайыс маңызды. Ендеше біз шығарылымызды бастаймыз. Дейтін жоқ қой бізде онда, Так, онда просто бастаймыз. Мен Атжан Абдрахим Дәуіт, осы Ақсеңгір ауылында туып өскем. Кезінде әке-шешеміз Нарынқұлдың көшпен осы жерге келіп қоныстанып, осы жердің тұрғыны болып қалдық. Туып өскен жеріміз осы. Ауылымыз жаман емес, осындайына көріп келесіздер. Мен 1976 жылы туғам. Нарынқұлдан 77 жылы 1 жасында көшіп келгем, сол жерде. Содан бері осы жерде тұрып жатырмыз. Ауылда, Ақсеңгір ауылында мысалы 2,5 мың халық бар. Ауыл жақсы, ауылда жұмыс істеймін деген адамға бар. Ауыл жаман емес, былтырдан бері 2-3 жылдан бері көргек келеді. Жаңадан су кіргізді, газ жүргізіп жатыр. Бұны артизан дейді. Мына жерде артизан жасаған ғой, жерден көпірші, жерден су шығарып. 8 жыл болды, бұнда бітеліп қалды. Просто Дәуіт ағалар көп сөйлемейді. Дәуіт ағаның өзі шандай көп сөйлемейтін кісі ғой. Оның поддержка беруінің өзі, оны просто андай сенің бүйтіп артынан бүйтіп келіп ұрып құшақтағаны уже андай көп сөз болып көрінеді да маған ше. Соның өзінен де жүрегін елжіреп кетеді ше. Бір жесттар істегеннің өзінде уже андай көрініп тұрады сен қолдап тұрған. Мен өзім Таран ауылындық мына жерде. Бір ауылдан кейін Көрші Таран. Сол жердікімін, сол жердің местный адамдарымыз, бұрыннан тұрамыз. Отбасымызда 3 бала бізде. Мен үлкенімін, менен кейін сіңілім бар. Одан кейін інім бар. Осы ауылға келін болып түскен 97 жылы үйлендік. Мәсі. Биыл бұйырса 28 жыл бола ма? Сол осы ауылға 97 жылы үйлендік. Қалай таныстыңыздар? Танысқан жоқпыз. Алып қашып кетті. Дәуіт аға ма? Реально? Сен де білмейсің ба? Танымаймыз, конечно. Жоқ, былай сырттан танымаймыз, ауылға келіп жүрген. Дәуіт аға Ақсеңгірде тұрды. Иә. Сөйтіп сол атпен келетін. Туған күнге деп шақырды, ал келді. Атпен келді ма дейді? Атпен келді. Атпен келіп жүрген негізі. Олар ана Таран көлдің шетінде бір қашарлары бар, сол жақта мал бағатын. И біздің ауылға келіп сүт өткізетін. Сіз көзіне түсіп қалдыңыз Дәуіт ағаны? Иә. Біздің көшемен күніне 1000 рет өтетін ары бері. Сол сөйтіп таныстық та. Осы ауылға келін болып түстік. 98 жылы Айдана келді. Қалай бір-біріңізді танымай қалай қиын болған жоқ па басында? Білмеймін, ол кезде ондай. Ал қызға деген сенің атың кім деп па? Ол кезде просто қаласың ба, қалмайсың ба деген сұрамайтын да. Егер мұш сұраса, может ойланар едік. Иә. Зато 28 жыл уже. Иә. Сөйтіп келін болып түстік. Осы үйге
енеміз болған, енеміз 2008 жылы қайтыс болды. Содан бері вот өзіміз тұрып отырмыз. А Дәуітке келсек, Дәуіттің отбасында 12 бала. Мәсәға. Иә, 12 баланың 8 қыз, 4 ұл. 4 ұлдың 3 қайнағамыз қайтыс болып кеткен. Дәуіт қазір жалғыз өзі. Мен алдында шағым қайтыс болып кеткен. Қалған қыздар сол жан жақта тұрмыста бар. Ең үлкен ағамыз 57 жылға осы дүниеден давлениеден кетті. Ерте қайтыс болып кеткен ғой, 25 жасында. Одан кейін ағам 38 жасында қайтыс болды. Сол үшін жағым осы 63 жылға, 6 жыл бұрын қайтыс болды. Үйдің кенжесімен қолдан өзім 7 жылдан кейін туғам. Менен кейін бір қарындасыма 8 жыл. Сол бәрі тұрмыста, жан жақта. Жамбыл облысында, Қордайда. Ең кіші қарындасым менен кейін менде тұрады, Көкшетауда. Үйдің кішісі болғаннан кейін мен ғана қалдым. Мен алдым шағым болған, үшеуі де қайтыс болып кетті. Енді 4-шісі мен. Ең үлкен ағам 57 жылға. Осы қайтыс болып кетті. Одан кейін 59 жылға ағам болған, ол кісі де қайтыс болды. 60 жылға ағам болған, ол кісі де қайтыс болып кетті. 35 жыл болды. Қалғандар қыздарымыз. Қыздар бәрі жақсы, бәрі тұрмысқа қыздар. Жан жақта. Мен танысқан мына көрші ол кезде тура таран дейді ғой, Балбөге ауылы. Соның ар жағында не бар? Фазенді болған. Сол жерде жездем екеуміз мал бағатымыз. Сол жездеме көмекте жүріп, таранға барамайды, сол жерде танысып, атпен бара жүріп. Көп жүрген жоқпыз енді, қазақтар не де салады ғой. Шайда жүрдік, әйтеуір танысып, анау. Сол кезден кейін үйдегілер ой үйлен маған кім қарайды деп шешем ол кезде қартайып қалған. Үйлен еді. Үйленем десем сенбейді, бір шын айтасың кетеміз. Әкеп таныстырып үйге. Сөйтіп айтыр, үйлендік. Мен негізі Құнар жобасына шақырғанда мен изначально айттым, ыңғайлы болады, егер мен отбасында подростктар болса деп. Себебі мен үлкен кісілермен тіл табыса алмайтын сияқтымын, біртүрлі болатын сияқты деп. Жоқ, мен папам, например, мен 15 жасымда болған кезде жүрегі ауырып қайтыс болды, например. Ол сен папаң ғой, ертең, например. Папамен қазір реально сендер отбасылармен андай жақын болу керексіңдер, айту керексіңдер, жақсы көремін дейтін сөздерді айту керексіңдер. Например, мен деген кішкентай болдым ол кезде, 15 жас дейтін. Онда үлкен кәдімгі өмір көрген адам емес қой ол кезде. Мен де кішкентай қалада өмір сүрдім. И мен өкінемін, что мен ол кезде айта алмай қалдым папаға көп нәрсені, например. Папамен бірге сөйлесе алмадым. Мен де білген жоқпын да, андай папаның жүрегі ауырады айтпайды ғой, ешкім, кішкентаймын ғой ондай кезде. Бірақ қазір мамам папалардың қастарындасыңдар ғой, сендердің ең бақытты сәттерің қазір өміріңдегі. Себебі сендер ата-аналарың қасында аман, сендер мектепке барып жүрсіңдер, проблема жоқ ондай қатты, сабақ оқу проблема. Сондықтан Аяның ең үлкен проблемасы. Сондықтан қазір ата-аналарына жақсы көрем деп көп айтыңдар. Әпкелеріне айтыңдар, сағынамыз, келіңіздер деп. Себебі ертең не болатынын білмейміз ғой ешкім, дұрыс па? 98 жылы бірінші дүниеге Айдана келді. 2000 жылы Айдын. 2001 жылы Жанел деген қыз келді. 2006-да Анел, 2007-де Айгүл, 2013 Камила, Аян 2014. Айдана көрші ауылда тұрмыста, 4 баласы бар. Жайсында. Айдын қалада жұмыс істейді. Вутник деген жерде кірпіште жұмыс істейді. Армиядан келіп сояқта. Жанел деген қыз қалада жұмыс істейді Каспийде. Каспийде бухгалтер. Одан кейін Анел ол оқуда. ЖМП университетіне түскен грантпен. Кімеді актриса болады. Ол да айтпақшы киноға түсіп жатыр. Кім? Анел кастингтен өтіп, Да? киноға түсіп жатыр. Қандай киноға? Жоқ, айтуға болмайды. Секрет айтпаңыздар ешкімге деген договор бойынша, контракт бойынша ешкімге айтуға болмайды деді. Одан кейін Айгүл, ол 11-ші класс бітіреді биыл бұйырса. Алматыға түсем дей ма? Иә, Алматыға түсіп бұйырса сол. Соны кеше ғанда чай үстінде нетіп отырғанбыз, 10 миллион ұтып алсақ, бәріміз бір жерде тұрсақ, үй алып алсақ деп пландап. Сөйтіп отырғанбыз. Енді қиын, қолыңды өскенге қалаға жіберу қиын болды, уайымдайсың. Өзімде былай көп сыртқа шықпаған, қаланы бірақ енді білеміз былай.
әлгі бір жаққа жіберсең әлгі балаң бәйге чапса тақымың қысып отырасың дейді өзі сол сияқты не болып қалды ойбай звондап тұрыңдар телефондарыңды өшірмеңдер деп үйреніскенше нетіп содан жақсы болып кетеді. Ой папа уайымдамаңыз, бәрі жақсы, үйрендік. Өлә аян бір-ақ күн оқығансың ба? Иә. Новый ғой. Дым жоқ па? Дым жоқ. Менің дәптерім Қалай только ғой? Жаратылыстаннан ғана тез бітіп кетеді. Неге 20-шы жыл деп қойғансың? Мен 25 қой. Даже 19-ы 2-ші ай 2025. уже бір ай өтіп кетті ғой. 19 февраль. Демалыс ғой десем. Мәссаған. Өзім қатты қуандым маған Абдрахимовтар отбасына түскеніне. Сырттан даже қараса, егер мен отбасы бәріміз бір жаққа егер шықсақ, бірге жүрсек, мен сол отбасының қызы сияқты көрінетін сияқтымын негізі. Қалайсың жаңағы? Міне кітап засыны. Ыстасы. Не нәрсе? Сен жұматын мен деп берсең. Рахмет. Мынау футболка? Футболка. Футболка? Футболка. Маған осындай керек еді, кстати. Ты, который смузи жасайтын ба? Күшті. Араласып қалдың ба мен? Сөйтсің ба мені? Маған бүгін сен шматқа подарка берді. Так, мынау все орамал берсең. Или орамал. Ашып көрсеңші. Бұны? Мен. Отбасымнан подарка. Иә, Разияға үйреніп кеттік өзіміздің адам сияқты. Біздің көршілердің бәрі айтып отыр ғой, Разия прям тура өздеріңіз сияқты, сіздердің қыздарыңызға ұқсайды екен. Мен өзім де қарай, менің қыздарыма ұқсайды. Кельвин Клейн, чё там? Андай не екен, андай жұмсақ. Жұмсақ, я, үйге кем. Но по идее, үйге аны қимайсың, я, Кельвин қаны жылтыр болып тұр. Ема. Неге ғой десең? Вот біздің үйге келген. Дорого-богато. Жоқ, мынаны вообще анда дискотекаға барғанда кейбір. Мектеп Айтайын ба? Не алатын? Машина. Машина аласың? Папаға? Папаға? И так папа ақша деген папа доғалады ғой. 5 миллионнан бөліп отыр. Маған 5 минут емес бөліп сөйлесіп отырсақ мыналар не үшін шығарып қойды? Вид үшін ғой жай. Негізі мен андай шоу ретінде ғана қабылдадым да. Келем, ой, съемкаға келем, түсе салам, айлығымды алам, үйге қайтам деген сияқты. Бірақ көріп тұрғаныңыздай, адамдар көріп тұр, қандай эмоция шығып тұрғанын, и бұл шынымен шын жүректен шығып тұр. Негізі жаратқанда біз сол ең бірінші қазір бір программа бар екен ғой, 2 миллион ипотекада болса, ар жағында бір 20 миллионын, жоқ енді 20 миллион үйін алса болады деп. Алматыдан, иә. Варианттар көп, сол ең бірінші. Бір 2 комнат, 3 комнат балаларға алып берсек, а то Жанел квартирада тұрып жатыр, Анел қайнапкенің қолында тұрып жатыр. Биыл Айгүл барса, ол да сөйтіп жан жақта тұра ма деп. Бұйырса сөйтіп. Еще қыздар уайымдайды шығарсыз. Еще қыздар. Сол айдында жұмысында тұрып жатыр, жатып істейді сол жақта. Өз мамам 58 жылғы жас мамам. Қазір уже пенсияда. Папам екеуі үйде. Мамам мен папам тоже айтады, енді басқа жақтың қыздары, көршін келіндері келеді ғой, енді қонады ғой деп. Барамайсың ғой, енді үйден шығамайсың. Келшеген барда қасына барып жату деген жақсы ғой, қолын қасына. Өз отбасын болғаннан кейін тастап кете алмайсың. Жоқ, өзің қалай болмай. Ауылдаға. Ауылда қалғың келе ма өзің? Күшті ғой? Несі күшті? Олбач. Несі күшті айтсай? Пробка жоқ. Пробка жоқ. Адамдар көп қиналып жүрген адам құсап айттым ғой. Адамдар жоқ, енді ешандай. Андай қабада деген. Ағыстандай католик сода. Это барған кезде ана аяқтап соғанай саласың. Жотада кайф бар. Папаң қасында ма? Бәрі кетеді, сен қаласың ба? Иә. Білмеймін. Апалардың қасында көмектесіп, машина алып беріп. Қандай арманың бар? Қандай арманың бар? Білмеймін.
мына біздің массыз қой, мына әкемізден қалған. Ар жағын өзіміз қолымыздан келгенше әйтеуір алып жүрміз. Мынау біздің әкеміздің әкесінің әкесінен қалған бұйымдар біраз. Мынандай қазақша өрнектер бар ғой. Қазақша киімдерге нететін, соның қандай керек бәрі бар мында. Әкеміз ұстап алған ғой, жүк қолдан жасайтын да бәрін. Ұрпақтан ұрпаққа, енді менен кейін аяңға қалады. Мұқиятта айтыр мұра дейді ғой мұны. Бірімізге мұра болып қалса. Сол сөйтіп алып алсақ, одан кейінгі ақшаға сол үйімізді ремонттасақ, үйімізді ремонттап, су кіргізіп. Өзіңіз қалаға көшкіңіз келе ма? Жоқ. Ауылда не? Қала жақпайтын. Уже ауылға үйреніп қалған жүрсіз. Балалар қалаға барса, қалада тұрса, қалада жұмыс істейді ғой, ары қарай енді үйде кемет жастар жұқпайды. Сондай план, арман көп. Енді бәрі беріп біледі. Бұйырса. Иә, шешем марқым үйретті ғой, қасыма тұрғызып, ойбай бүйтіп ұстайтын ол кісіні. Ой, бұл үндеме деп, мен өзің мұндалап, бұл да біреудің қызы. Келді ме үндемей, таяқ жейсің деп өзімді кінәлап тастайды. 2 жылға шейін ештеңке істеген жоқпыз. 2 жылға шейін демал, кейін көресің, кейін істейсің осының бәрін деп. Түске шейін ұйықтап дегендей. Иә, түске шейін ұйықтап, соң түсте тұрып, дайын чай қыдырып дегенде сөйтіп жүрдік. Содан кейін 1-2 жылдан кейін уже үйреніп бастадық. Негізі біздің ауылға мына ангус деген болмайды екенші. Енді оны саумасақ, бізге енді сау керек қой, сүтпен айлансақ. Мен өзім жаңағы сүт, құрт, қаймақ жаздай жасап сатамыз ғой. Бізге сондай сиыр керек та. Егер бұйырса 2 ангусты сатып, 1 ангустың өзіне 2 сиыр алса болады біз ауымен. Сонда 1 ангуста 4 мал келеді. Сонда сүт сиыр алсақ па деп пландап отырмыз енді. Білмеймін ол енді. Бола ма, сатуға болмай ма? Сатуға бұлар үшік. Үші бұлар деген не ғой, адам жолатпайды. Ана бұқасын енді алып қалсақ, бұқа керек ауылға. Сөйтіп айтып отырған енді негізі. Сөйтіп бұқаны алып қалсақ, 2 сиырды Сатып жүруге. Сатып орнына, иә. Сонда 2 ангустың өзіне 4 сиыр келеді. 1-2 күн болды, сылақты бітірдік. Енді мына көрші ауылдан жездем кеп тоғын жүргізіп жатыр. Сол кісінің жұмысын көрейік. Ассалаумағалейкум. Еңбегіңіз ретті болсын. Қалайсыз? Иә. Электрик болғанда тоқмаған, самоучка. Біздің ауылдық жерде көп оқи бермейді бұндайды, үйреніп алады айтыр. Болды енді, свет жүргізсек. Бұлар анау не ғана? Иә, разияға қалған жұмыстар разияңда істейтіндер бар. Краска жағын мен қатырам деді ғой разия. Аға краска мәғін қойып қойыңыз, есімді екеміз көктіш берейік та. Иә, мына біздің ауылдың ана жедел жәрдем. Осындай ма? Иә. Жақсы жұмыс істейді, жақсы. Өз болса сразу келеді. Өзіміз амбулатория бар мұнда ауылда. Кішігірім кафеміз бар мұнда. Қойып томалап әрі шады болады. 8-99 жылдары жұмыс болмай жан-жақты көшіп кеткен кәр қайтан ақырындарын келіп жатыр. Мына үйдің көбісі бос қалған. Бос тұрған үй жоқ, бәрінде тұрады елдер. Шкеттен айтып бос тұрған үй жоқ бізде бәрі. Дәке екеуміздің отбасымыздағы отағалар, мысалға Дәуіт ағадан қаншама жасқа кішкентай, бірақ Дәуіт аға қалыспай, наравне қатысып кез келген сайысқа, мысалы шаңғы тебуден де былай қарап тұрсаңыз, ол кісі үлкен кісі ғой енді, қалыспай соңына дейін қатысқанына 2-ші орын алып одан еще мен вообще таң қалдым Дәуіт ағаға. Осы Ақсеңгір деген ауылымыз, Құнар деген жобамыз. Ал мынау біздің подпискасы көретін көрермендеріміз. Иә. Ютубта әлі подписация деген жазу тұр бұл кісілерде. Ұялмаймыз, даже комментарий жазбаймыз. Комментарий жазбайды, лайк баспайды. Телефон сен қарап отыра бересің осында? Төртке обзор кішірейтті комментарий жасайшы хотя бы. Ага. Не пойдет. Сүрмей-ақ та қой сөйтіп. Сүреміз, тасқа позораға қоямыз. Подписка істеп қойсам, позор болмаса. Болды. Енді былай қарай жүргіздер, қоралар бәрін көрсетсін. Негізі жаңа мен атымды Айдана деген тәте байды ғой. Иә, Айдана тәтемнің атын қойған. Негізі басқа ат қойайын деген. Қандай? Арман деп па? Арман деп жараспайды саған. Иә, қойайын деген.
Сіздің? Аян деп не үшін қойды? өтірік айтпашы, саған айтқан жоқ қой. Айтты. Мама айтты. Аян деп не үшін қойды? Білмеймін. Негізі тағы 2 атқа айтқан. Сол мамаға. Бірақ Аян таңдадым. Типа андай көп мазақтау үшін ба? Аян, қоян. Мен атым кім ойып еді? Мен Алма деген тәтем ойды, папамның әпкесі. Просто қоя салған шығар. Өзің ана Малика деген қызға бар ғой дегендей. Соған құсатып қойған ғой атым. Малика, Камила. Келеді ғой по идее. Еще айтады ғой маған, неді кішкентай кезінде сені асырап алайын дегенмін деп. Мә. Иә, сөйтсем деген еще мені берейін деген оларға. Жатсыздар. Сен берге алыпты. Айтады ғой, әлі күнге дейін айтады ғой соны. Сол кезде сені бере салған кезде бізді толқында Дәуіт аға деп айтасың ба деп айтатын бедің деп сөйтіп айтады ғой әлі. Бермеген жақсы болды ма? Білмеймін. Қалай білмейсің? Мама папалардың қасында қатты таңғалатындай болып біздің именно басқа балаларды айтамын, біздіңдегі балалардың бәрі малға жақсы қарайды. Малға, далаға. Қой жақсы көрген ғой, ит жоққа. Жаным. Айта береді ғой, туғаннан Жылға періште ма? Иә, тай алып берші дейді ғой. Қой малды өзім бағым жазды деп. 25-ші қыркүйек. 25. Жұтып алғансыз. Камиланікі 20 май. Уже жақындап келе жатыр. Саған да қой алып бересің. Жоқ, қызым. Камиланың қандай ерекшеліктері бар? Камила ерекшелігі болғанда ақылды, бұл пысық. Үйдің жұмыстарын бәрін өзі істейді. Үйдің жұмыстарын бәрін өзі істейді. Мен тұрам, мал шығарам, сиыр сауам, пеш жағам, бұл қалған бәрін үйдің бәрін өзі істейді. Неге барады? Биологияға барады. Домбыраға барып жүр. Андай гүл істедің ғой, гүл істеді ғой. Иә, қолөнер сондай жасайды. Маманы, ойбай, маманы Аяннан қызғанамын, потому что көп жабыса береді маман деген. Мысалы, ұйықтан тұрғанда Аян бірдей болғанда только Аянға ғана не істей береді. Типа бетінен сүйеп сөйтіп. Иә, қызғанамын. Қасына барып аламын ғой кейін. Негізі былай көбінесе тәтем еркелетеді. Тәтем мен ағам. Мама да еркелетеді тоже, бірақ Аянды көрек. Мен де еркелетсем деймін. Короче, былай болған ғой. Біз, короче, туған күніне барғанбыз, сыныптасының туған күнінде, қыз кафеде жасаған ғой. Соны, короче, біз бір столда отырған кезде Айдан тәте туалетке барып келемін деп мені қалдырып кеткен. Потом жоқ, мен жылап ұйықта қалғам ғой. Сөйтсем алып қыш кетті да. И мен деген бір тәтелер поворотқа дейін апарып тастады. И бір аға мені бір ағадан бері жүрген ғой, көтеріп үйге келіп тастаған. Одан соң Айдан алып қыш кетті деп сөйтіп айтқан. Сен жылап кафеде ұйықтап қалғансың. Жылап кафеде ұйықтап қалған ғой. Жаттығым төлейді. Ешкім қарамаған ғой ма? Жаттығым төлейді. Қуасың ба. Короче, солай. Мен даже оның тойында көрген жоқпын, алып қыш кеткен кезде. Одан кейін. Бірақ қайта Жайсанға көп баратын мен ол кезде. Каникулға жіберіп тұратын, әр демалыста барып тұратын. Мына Анел Айгүл кішкентай болған кезде, Жанел кетті ғой қалаға. Жанелден бұрын Айдан үйленіп кеткен кезде бәрімізге қиын болды. Потому что Айданнан кейін балаларым бәрі кішкентай, маған қиын болды. Содан кейін уже Жанел үйреніп неткен кезде Айдан кетті армияға, одан кейін Жанел сөйтіп бәрі кеткен кезде уже кішкене үйреніп бастадық. Бірақ басында қиын болды ма? Басында қиын болды. Жібергіңіз келген жоқ па? Жібергім келмеді, но по-любому жіберу керек қой, енді оқиды ғой, оқиды сөйтіп. Балалардың бәрін қолға иіріп ұстап отыр ғой майда. Өз күнін өзі көру керек, үйрену керек өмірге. Ащысы да болады, тәттісі де болады. Біздің қайда көп ештеңеміз білінбеді, шешем қолында істік. Үйлен біраз балалы шағалы болғанша. Үйде ұстағанмен болмайды. Айдынды енді жібергіміз келмеді, оған әкесі жібергісі келмеді, әкесі мал баққан кезде Айдынды таңертең сумкасын салдық та, әкең келмей тұрып тез қашып кетті. Сөйтіп ол таңертең сөйтіп әкесі мал бақып кеткен кезде ол сөйтіп қашып кеткен қалаға. Әйтпесе ол жібермей жүрген әкесі оны. Үйде жүресің, бәрін қалаға кетті. Реакциясы қалай болды Дәуіт ағаның? Кешке келді, тамақ ішті, содан кейін Айдын қайда деді, қалаға кетіп қалды деді. Ой, әкені осыйын деді, болды. Артынан бар қуалап бармайды. Сонымен Айдын сөйтіп пока 2 ай, почти 1,5 айдай келмей жүрді.
содан кейін барып уже Қорқып па? қорқып содан үйреніп кеттік қалада сөйтіп прям бір кереметтен мақсат жоқ енді ауылда тұрғаннан кейін Желание кетіп қалыпты. жоқ кішігірім жаңағы не құрт не жасайтын қазір андай грант бөлініп жатыр ғой ауылға жаңа бизнес деп ше Что, блин, андай уже чувствуется, что проект бітейін деп жатқаны ше. Я соны жылағым келіп кетті. Мен жылағым қайтты. Жоқ, по идее мен күшті андай с одной стороны қуанып тұрмын, что проект бітетініне нервым не болып тұр ше. А с другой стороны реально бауыр басып қалыппын. Күшті. Жаңа әкеміздің әкесінен қалған дорба. Бұның өзінде бір 90 жыл болған шығар. Негізі әке шешеміз Қытайдан көшіп келген ғой. 32 жылы, 62 жылы. Мына төс дейді бұны. Мынау да мына әкемнің әкесінен қалған. Бірдеме жасайтын оны төс дейді ғой. Бәрін ыңғайлы. Енді қатты білмесек кішкене бар әкемізден әйтеуір жұққан. Керек нәрсемізді қолдан жасап аламыз. Керек нәрсе ана бірдеме жасататын болса жүген, құйысқан дейді ғой қазақтың нелер. Әжекеміз ондайларды да істей береміз. Қалай үйренгенде сол самовочка көріп жүріп үйрендік. Құнар сіздерге андай жаңа возможностьтар беріп. Иә, былтыр оны Анельді оқуға түсірге апардым ғой. Соның жымпылдың алдында документ өткізіп, күтіп отырған кезде ағам звондады, сөйтіп ауылға осындай бір кісілер келіп жатыр екен, мал береді екен. Анда балалардың удостоверениесін бәрін жіберші деп. Соны не мал екен десем, білмеймін, әйтеуір 30 қой берейін деп жатыр екен. Алайын ба, не істеймін деп. Оны алған мен өзім жұмыстамын, қайтып бағамыз. Мен бірінші сен алып алсашы. Соны көреміз, алып ал бірінші. Десем, жарайды, онда сен удостоверениені бәрін жібер деп, сондан кейін документтерін бәрін немен жіберіп, Каспимен сөйтіп үйге келіп, ертең уже қой әкеледі деді. Көп не берген сияқты. Көп эмоция и өмірімді қызығырақ істеп берген сияқты ше. И мен өте қуаныштымын Абдрахимовтың отбасына түскеніме. Бар ғой бәрінде арман. Сізде қандай арман бар? Негізі андай шетелге шыққым келеді, Дубай бәрін алғым келеді. Ақша тұрған кезде құрту керек қалып. Білмеймін, дәлнешім бәрі кейін келешекте жақсы болса, балаларға қаладан бір үй алып берсек деп ойлаймыз. Квартирада жүргенше. Қазір 2 қызым қалада, ол да қалада жұмыс істейді. Бар келіп істеп жүр. 2 қыз квартирада. Квартирасына шамамыз жеткенше төлеп істеп жатыр. Келешекте бәрі жақсы болса, бір квартира алып берсек өзіміз. Ондай давление бар, жүрек ауыру бар. Өзім нормально. Кімге айтамыз, ауырсақ та білдірмейміз, әйтеуір жүре береміз. Енді бұрын қатты нетпейтін, осы 2 жыл болды, ақыры сырып жүрді. Өзім дәріден аллергиям бар, ауырып бірдеңе дәрі ішемеймін, бет басым ісіп кетеді, дәрі ішемін. Соларда семьяларында бәрі жүрекпен ауырғаннан кейін ба, 50 жасқа жетпейді ғой. Ана қайнатамыздың бауырлары да ерте кеткен кісілер екен да. Сол ана стресстен ба қазір өзі де. Сөйтіп оны больницаға бармайды, қаралмайды вообще. Айтып жатсаң тыңдамайды. Жоқ, ол вообще ешкіммен бөліспейді ол деген. Тұйық қой, ешкімге ештеңе айтпайды. Ол өзімен өзі жатып біртылайды. Соны біз қалада кешігіп қалдық та жай келдік. Неде? Соны ағын сонда қайта бол тез кел, ертең келеді уже деп. Мен ертең келсем мен кешке келеміз ғой. Уже уайымдап жатқан жоқ. Иә, содан кейін үйге келіп неткен кезде қалай сонда кім ол десем білмеймін, сырттан бір кісі келіп жатыр екен. Машина деп ойлаған жоқ па? Ол негізі аған сөйтіп ойлап жүрген. Аған сөйтіп қорқып жүрді. Былай қарасаң не ғой? Үйге ақылдасамыз дейді да. Соны мен айттым, кімге береді екен деп едім. Біраз кісілерге барған екен, отказ беріпті. Мына жерде Ғазиз деген бір бала бар, ол да отказ беріпті. Енді біз жүрген Мадияр Жексенбай ағаға береді екен деп сөйтті. Жексенбай аға сондағы Оралбектің папасы ғой. Соны үйге келдік та, қалай сонда кәдімгідей тегін просто так берем айтсам, я сөйтіп береді екен деді. Басқа ештеңе керек емес пе десем, жоқ. Оны содан кейін қайтадан алып алама десем, білмеймін соны дейді. Енді анықтап сұрап алсашы деді. Біз қазір шынымен де алып алып, оны келесі жыл 1 жылдан кейін алып алса елге күлкі болып отырамыз да. Беріп аналар лақтырып кетті деп айтама деп. Сөйтіп әйтеуір телефонмен сөйлесіп нетіп жатқан, сөйтіп берді ғой әйтеуір. Былай қарасаң андай мошенник сияқты ғой, біреу келіп. Жоқ, просто так елі ғой енді, 1 қой емес, 2 қой емес, кәдімгідей 30 қой. Иә.
Далем ғой. Сендерге 30 қой десе, сенбейсің ғой, Соны айтам. Ол енді, Алланың берген бір ризығы ғой сіздердің отбасыларыңызға. Соны айтам. Одан кейін уже келіп, уже жан-жақтан әкімдер келіп, жан-жақтан ойбай, осындай болып жатыр. Жаңа Тамара Дүйсенова келеді деп неткен кезде дайындалып бәріміз. Бүткіл ауыл шулап кетті ғой. Осылай, өтіп кетті почти. Именно басқалар бәрі басында отказ беріп, әбден уже қой берген кезде ауылдың бәрі шулап кетті. Акиматтың ішіндегі адамдарға ғана береді, басқа адамдарға бермей деп шықты ғой сөйлеп. Акиматтың адамдары. Өздері отказ береді, еще көремін. Кезінде ма? Иә, сол кезде былтыр акиматта істеді ғой. Акиматта істеді, жаңағы қоғамдық жұмыста істеді ғой, Абылай өзінің жұмысы честі ғой. Иә. Елдің бәрі сөйтіп шулап кетті, акиматтың ішіндегі Мадиярда акиматта істеді ол кезде. Оралбек аға істемейді. Оралбек папасы істеді акиматта. Не ғой, андай грузовик айтады. Өздері отказ беріп, еще көремей ма? Сол ғой енді. Енді типа бүйтіп айтты ғой енді, ол Абдрахимовтар деген андай не емес қой, прям қатты андай бір жоқ емес, семья емес қой, енді бар ғой, оларда үйлері бар, например, малдары болса да, кішігірім малдары бар, прям анандай мұқтаж кісілер емес қой дегенде қыпшы, енді не үшін оларға береді, түк жоқ кісілер де бар ғой деп әңгіме шықты сөйтіп. Енді оны сіздер таңдаған жоқсыздар? Иә, біз таңдаған жоқ, сол жақтан берді, потому что енді басында әкім елдің бәріне прилагать еткенде көбісі отказ берді, Ғазизда, например, отказ берді, мен ол малды бағамаймын, өмір мал баққан емеспін деп. Сонда оған алып көрейік енді, мен мал баққан адамды білемін ғой деп. Айдын бұндайға шыны керек. Мал жағынан, ана-бұна бірдеме жасау жағынан көп қызықпайды. Айтыр, аян қызық айтады, мал көрсе де, ой, мұнан бүйдек, мұнан сүйдек. Ат алып берді, жылқы болған өзімізді. Осы 4-5 жыл бұрын сатып жібердім. Бір сыртта жұмыс істеп едім, қарайтын адам жоқ. Соны әкем кішкентай ол кезде, кішкентайым ғой, сонда айтып отырады, мынау мен көзім тірісінде үйрен, мынаны қарап ал, мынаны бүйтіп қарап ал деп. Ол кішкентай қолыма балға беріп қояды, мынаны бүйтіп жасайды, мынаны бүйтіп жасайды деп. Саусағымызды ұрып жүріп бірдеңе бақшына. Сондай болды, мал ұстадық кезінде. Біраз қойды ұстағым. Қойдың да басын кішкене азайтып алдық та, сол былтырдан бір сатып алайық десек, қойдың өзі 80-90 мың тұрады. Сол былтыр 7 мың қозды бірден алып ақырайын. Малдың басын қайттан көбейтейік деп, аянның өзі кішкене малға жақындығы бар да. Апа қой алайық деп, елдің қойларын көріп, малдарын көріп, бізде баяғыда қой бар еді, сіз неғып сатып жіберіңіз деп. Өзім ақыл айтып. Ой, болды, қараймын сені жинап беремін қайттан деп. Былтыр бастап едік, осы жоба бала қалды қайта. Әлгі армандаған арманына жетеді деп. Осындай жоба арқылы қойылып қалдық. Бір ұрыс бірдеңке болып жатса, бір жылап жатсам или бірдеңке сондай бірдеңке болып жатса, айтпайды камераға, бірақ камерадан тыс шыққасақ, андай бәрі нормально ма деп менімен сөйлеседі. Камераға ашылмайды, иә, бірақ даже элементарно егер бір ұрыс болады ғой бізде неде, лобный местінде, мен барып тамақ жейтінге столға отырмасам, олар да отырмайды столға. Мен более эмоциональный адаммын негізі. Енді Дәуіт аға, Толқын тәте өмір көрген ғой больше. И білет енді мен юношеский максимализм ба, сондай бірдеңке шығар, может мен де білмеймін. Сосын, наоборот, мен оларға поддержка беру керекпін ғой, енді олардың қойларын алып жатыр. Бірақ келіп маған поддержка береді. Разия ойымдама, ничего, нормально, ничего, бәрі алда. Әлі бәрін алып аламыз, ұтып аламыз деп. Алдында папаға қайт түсті ғой? Қандай? Иә. Біз сол кезде сөйлестік қой, кім? Не түсті? Анальмен. Үдігірі қой. Не түсті деп. Ақша түсті. Қанша? Сол кезде сөйлестіңдер ма папаға андай настроение жоқ болып жүрді деді ғой? Жоқ, оларды не істейміз деп жүрердік десе. Жоқ, Анель айтты ғой маған. Қойшысыңдер, сендерге айтпайды ғой, бірақ иә, и возможно оларда қыздар көп болғаннан кейін олар андай психологиямыз түсіне ма больше. Эмоциональный ғой, как қоя салады деген сияқты. Қиын болған жоқ. Басында қиын болды, камера деген үйрене алмай, сөйлей алмай, тұтығып, аузымыз камерадан қорқып, иә. Бүйтеді ғой, салық болған кезде папалар сөйлемей не айтарын білмей тұрады ғой. Сол кезде бәрі комментарийға жазады ғой. Не бәрі дым сөйлемейді, қабағын шытып бәрі тұрып алады деп. Бізге берсеңдер біз баға. Иә, сол комментарий оқыған кезде бізге қиын болды шынымен де. Неше түрлі сөздер естіген жаман екен сырттан. Иә.
бізде уже иммунитет біз туралы не жазса да андай жарайды дейсің. Иә. Ондай нәрсеге үйреніп қалғанбыз. Сырттан біздің ана қаладағы балалар комментарийлерді оқып неткен кезде неменесіңдер, мен папамды білмейсіңдер деп. Қалада қыздар жазып, иә, ответ қайтарып, мен айтым, өйтіп жаза бермей, ол танымайтын кісілермен қашан құрса бересің. Жаза берсін, елдер білмейді ғой енді бізді алып, шынымен де білмейтін кісілер бар. Танымайтын кісілер сол үшін жазады. Мен папам, например, алдында мыңға камера тұр, сол қалай сөйлейді, олар үйренбеген ауылдың адамы ғой, өмір бақи мал баққан адам. Постоянно камераға түсетін, ол актер емес қой, неменеге жаза бересің. Содан кейін үйрендік қазір уже. Сен уже комментарий оқысақ та күліп нетеміз, қараймыз. Уже ашылдыңыз, иә, негізі камера. Негізі уже қалай уақыт тезіп кетті, Почти бір жыл өтіп кетті, былтыр июльде басталған. Реально андай үйге келсек, не істеп жүрсің далада, үйге кірсейші, жүрсейші де, бірге шай ішейік. Жүр, үйге кір, ұйықтап ал. Барып, үйге барып, ұйықтайсың, дәуіталардың үйіне барып, ұйықтайсың. Шай, давай шай ішейік, тамақ ішейік, қарны ашпан. Сондай андай қатты внимание көрсетті да бізге. И бұл шынымен бұл жай шоу, жай жоба, ондай нәрсе емес. Бір-бірімізге уже сіңіп отбасы болып кеттік уже. Жүріңіздер үй жаққа. Үйге барып шай ішейік. Бізде көптен күткен отбасылық сайыс бүгін құралайды көзге атқан мергендеріміз Оралбек аға, Мадияр аға, Дәуіт ағамыз мылтықпен дәл ана жолы біздің блогерлер, инфлюенсерлер жарысқан сияқты мишенге, нысанаға дәлдеп жарысады. Дәл сол 5 мүмкіндіктен береміз. Басында бір-бірден атып көрейік, бір-бірден атып көреміз. Сосын 5 мүмкіндіктен 5 рет оңға тисеңіздер, біреу кеп жетем деген ойлар болмайды. Сондықтан кім бірінші бүйтіп атып көреді? Жалпы бұрын мылтық атқансыздар ма? Аңшылықпен? Дәуіт аға? Болған кезде бір істемеген нәрсесі жоқ қой ше. Мадияр аға атып көргенсіз ба бірдеңе? Кирға барып жарысып болған, иә? Ореке? Иә. Әне. Ореке? Иә деді, мен сәл не қып тұрдым ше. Жоқ деп қалмам екен де. Жоқ, Орекең бізге мылтық студию. Анау не? Ореке! Предохранительден алынған ба? Иә. Аха. Сол көзін жұмасын жан. О, енді барып көрейін. Вау! Қанша? 6. Жақсы. Осы темпіңізден таймаңыз. Осы 6-тан ал өспе деші. Мадияр аға, давайте 6-тан көбірек. Жақсы, Ореке жаман емес, жалпы, иә? Настрой бар дейсіз. Айбай қолмай. Нан жауап отшы. Ал енді Мәкеңнің алғашқы пробный. Тук! Тиген жоқ. Звук шығатын еді. Ал енді Дәке, міне. Тынышты. Мадияр аға, семьяларымен бір-біріне ұқсайды. Тиді. Бір жерге тиді айтыр, білмеймін бірақ қаяқ екен. Тиген жоқ қана, неге? Нысанаға тиді. Тоғыз. Ал? 2 мен 3-тің 3-ке дейіпсіз. 2 мен 3? 3-тің сызығына дейсе, 3 деген сөз ғой, иә? Болма, бір-біріне пробный. Деген кезде ауаны ұстап тұрасың ғой. Пробный тапсырды. Так, Сулифас дейма кім қалай не істейді? Иә, Сулифамен ағалар. Ата берсін балалар. Балалар жақсылайсыздар ма, қалай істейсіздер? Ореке, бастайсыз ба, кім бастайды? Иә, дәл сол. Онда егер қарсы болмасаңыздар, дәл сол порядокпен бола берейік, иә? Ореке, асықпа, ешкім қолап отқан жоқ бардан. Ешкім асық дейді. Ал бізде Ореке өзі жастайды. Предохранительный шығардың бардан? Анжел лыжыда инструкция берген шәкірдің нашар болды. Осы жол білмеймін, көрейік. Бірақ өзі жақсат тұр, 6-ға тек бірден. Так, көрейік. Ал бізде Орекең алғаш болып бастайын жүріп жатыр, 5 мүмкіндік. О, бірінші тиген сияқты. Өзің барып бер. Ореке тимепсің ғой? Тиді. Тұр екен, 4. Болды. 4-тің өзі өрт дейді. Науын мақалдар шығара бердім. Қазір мақал шығаратындар. Асықпа Ореке. Мақал шығаратындар. Оқ дұрыс емес екен. Ана предохранитель шығар. Негізі мен нормально атам. Паспорт. Ага. Предохранитель нетіп қала беремін. Я каждый раз ғой. Нешетпегі, сондай қыздар бар еді ғой. О! Жан, ты лучше у меня! 8. 8, 4.
2 атқаныңызбен Ореке сізде 12 ұпай. Енді 3 мүмкіндігіңіз қалды. Асықпай, аптықпай. О, тиді. Жынды не қайтқан ес? Бір. Одан кейін бастағаннан кейін бірінші нормально болып еді, аяқ жағына қарай. Оқтарым былай қарай қашып баратыр ғой. Вообще, бірге считать ете ма, етпей ма білмеймін даже. Мә, шанс бар. Мадияраға шанс бар. Бірге. Бірге санайын ба? Санайын. Санайды, Тағы 4-5. бірге тисе. Ореке. Жасты өкеді, ясты өт. Құрметті ағалар, Сен жан егер сызыққа бірдемелей қылып әйтеуір тисеңіздер, сол көп жағын есептеп беріп отырсыздар. Сен сол жақын атып отырсың. Кішкене ше? Былай қарай кеткен. Соңында сосын жоқ. Сосын соңында мылтық қатыстырыпсыз, отскок беріп отқан сияқты. Біріншісін четко дейді ғой, біріншісін жақсы дейді. Ары қарай ғой, что-то білмеймін. Я бүйтіп кеткенше. 2. Ореке, давай, асықпа, братан. Асықпа. Тиді. Ореке, 2. 2 ұпай, яғни Можно сюда, қара. 15 ұпай. Сюда. Значит, сен қайда цель тұтатсың, содан чуть правее бери. Алдында мал базарды атып едік, өзі нормально отқан сияқты. Жаным ағам. Қайда оқытаватсың, содан чуть оңға қарай алып қойшы, осы. Бір шанс бер. Монға жетші. Может, бек. Қазір сүмет өтіп қойды өтпеш. О, тиді. Және 3, 1, 4, 4, 2, 6, 10, 18. 18! Ореке, 5 мүмкіндіктен 18 ұпай жинап, бірінші орынға шықтыңыз. Алаңдары қарай, Мәкең мен Дәуіт ағамыз. Мен же 2 оқпен 18 алған ем просто. Қалай ол 18 жинақ қалды дейм ғой, ұят қой братан десем, өзі алып тұрды басына. 2 оқпен бір қоям. Ойбай, дәке тегі. Просто очкисіз атыпты ғой, очки беру керек екен ғой, е-мое. Мадияраға. Ей! Аспаңыз ба? Бекітіп алыңыз деп, өзін жүріп тұрсам. Мылтық атуда Мадияраның көзі нашар көреді бұрыннан. Сосын бір күн бұрын ол кісі сваркілеген екен, очкисіз еще. Бізде екінші болып Мадияр ағамыз. Мадияр аға дәл сол 5 мүмкіндік, асықпай, аптықпай ата берсеңіз болады. Бірінші мүмкіндік тиді, дауысы шықты. Мен қазір барып есептеп сіздерге. Біріншісі атылды. Қанша? Тимеді-ау, үйттен суық шықпады. Жоқ, тесік таппадым. Март айтады маған, Мадиярдың көзі қазір ауырып тұрған, кеше сваркілеген, қызарып тұрған қазір қиын болады, давайте либо сіз, либо мен қатысам. Сөйтіп қарасам, Мадияраға өзі келіп тұр екен, сайысқа. Сосын мен, сіз өзіңіз қатыса бересіз ба десем, я деді. Бірақ мен көрдім, көз қызарып тұрған. Ана бір досканың звук шығатын еді жаңа айтар. Тимеп Мадияраға, міне мына тиген ғой. Тиген ғой. Тимеген, Мадияраға тимеген. Менің всегда көңіл күйсіз айтатын сөзім бар, тесік таппадым. Пожалуйста. 4 мүмкіндік бар. Прицел нормально артым ол. О, мынау тиді уже, мынау бір жігіт тиді. Жоқ, тимеді. Содан кейін ойладым, жарайды енді өзіне сеніп тұрған шығар деп. Потом я поняла, что чисто намысқа басып сөйтіп істетші. Чисто вот намыстанып қана алды. Нысанаға тимеді. Глав доскаға тиді әйтеуір. Қош доскаға тиген екен. Енді Сабиркин ана жолға өзінің екінші орын алған опытыңмен бөлісіп жіберсең былай деп. Айтып жатырмын ғой, нысананы шығарып тұрсыз ба сіз Мадияраға? Мадияраға сол көзіңізді жұмасыз, оң көзді ашасыз. Иә. Кстати, сондай бар еді ғой. Мадияраға дұрыс қарап тұрсыз ба сіз? Вы неправильно. Сіз неге дұрыс емес көзіңізді жұмдыңыз ау деп. Мен ол кісіге айттым, мына көзіңізбен атыңыз, мына көзіңіз, ол көз көрмейді ол кісінің кішкене. Сол үшін ол көзін жұматын болса, мүлдем көрмей қалушы еді. Жоқ, Мадияраға вы неправильный глаз закрываете, знаете? Сізге мына көзіңізді ашу керек, мына көзіңізді жұму керек.
Сіз наоборот бүйтіп тұрсыз. Маған наны жұмасыз, нан ашасыз. Иә, ауыл кісі наоборот істеп тұр ғой. бәсе сондай реально бар еді ғой. Керісінше. Менде оң көзім ашығын айтайын енді алыстан көрмейді. 3 метр болды. Сол себепті көбінесе сол көзім пайдаланамын мен. Деп ашты. Может, ақ көз кішкене слабее көретін шығар. Тиді? Тиді, бәрі тиіп жатыр, иә? Сәкін, Дауыт ағашы. Папақ тиетін сияқты. Міне, біреу мына жерге тиіпті, біреу мұнда тиіпті. Өкінішке орай, бұда да ешқандай ұпай жоқ. Және соңғы мүмкіндік, қателеспесем. Хотя бы екі жол. Қазірше. Общий нені былай 4 мишенді көріп тұрдым. Дәл ортасын дәлдей алмадым. Тиді. Но тиді. Анаған тие береді ғой, анасын нысанаға тимесе. Хотя бы звук есть деген ғой. Ей! Өзі солай дұрыс деп шешті. Қой өздерінікі, ұтылса енді еш нәрсе дей алмайсың. Ер адамға мысалға не деп айтсың, Мадияраға жоқ, давайте біз істейміз деп те айта алмайсың. Үлкен, менен жасы үлкен біразға. Жоқ, ладно. Бұл мына жерге тиіпті. Сөйлесеңіз қас. Мадияраның көзі өттірмейді. Менің позорымды. Көз көрмейді. Реально Марты жазған маған. Қалай ол атады, оның көзі ауырып тұр, кеше сварка жасады без маски деп. Мадияр ағаның позициясы андай болды. Ер адамдар жарысып жатыр, мен ер адаммын, мен жарысуым керек деген позицияны ұстанды да. И ұтылып қалды. Бізде Оралбек ағамыз және Мадияр ағамыз атып болды. Әзірге ұпайлар 15 және 0. Енді Дәуіт ағамыз қазір кімнің қаншасыншы орын алатынын шешеді. Біз Мадияр ағаң 0 болған кезде, уже түсіндім мен екінші орын бар екенін. Енді бір алу керек қой, бірге тырысып. WBC. Кексін артқа бұрғандар уже понятно уже ше. Андай, ұлтықта қозғалтпай атып жеріңіз. Предохранителден қалай шешеді, о? Асықпаңыз. Қазір. Тиді ғой, бірінші оқ тиіп отыр ғой. Блин, қалай қосатын? Мен ойладым, шанс, сейчас покажет мастер-класс, деп. Еще уверена, что Дәуіт аға бит. Әкел. 4 ұпай. Уже 4 жақсы. Уже 4 па? Дәуіт аға 4 ұпайға тиіңіз. Бізде 4 дәл қалай көздеріңіз, содан сәл бүйтіп алды астыға түсіп кетті. Мен совет бере алмаймын, мен жеңіліп қалдым алдында. Просто сізге сенемін. Сенімді болдым, бірақ енді көптен бері мылтық ұстамалы көп болған. Енді тағы бір атып көріңіз. Егер сол 4 мына жан-жағына тисе, значит сіз чуть-чуть көтеріп көздейсіз деген сияқты әңгімелеңіз. Ал кеттік Дәуіт ағаның екінші мүмкіндігі. Тиді. Дауыс шықты ма? Мен де бара. Бірінші қанша тиді? Мына жерге. Хей, Ореке, әрең тұрсын ба? Дірілдеп тұр ғой. Дәуіт аға, міне, мен сізге айтып кетейін. Сіз бірінші оғыңызды мына жерге тигіздіңіз, екіншісін мына жерге тигіздіңіз. Міне, екі оғыңыз. Сосын ана қолыңызды в конце, до конца ұстап тұрыңызшы, ол бүйтіп қалсын, астына үстіне түсіп қалады. Қазір 9-ға тисеңіз, уже жетіп тұрсыз ғой. Ансам сіз 18 бе де? Я 18. Шаптарма. 18 е? Мен негізі Мадияр аға да, Оралбек аға да, Дәуіт аға да күшті атады деп ойладым. Дәуіт ағаның үшінші мүмкіндігі тиген сияқты. Және бұл тағы да 4 ұпайды алып келді. 4 деген цифраны жақсы көреді екен. Сізде соңғы 2 мүмкіндік қалды. Қанша ұпай сізде? 8 ба? 8 ұпай болды. 18. Жел алып кетті. Енді бағанадан бері сол нарақа түсіп кетіп отыр. Яғни мүмкін оң жаққа қарай көздеу керек деген сияқты. 2 оқ қалды. 2 оқ қалды ма? Сосын ойладым, Дәуіт аға шығады, қазір мастер-класс көрсетеді ғой деп сөйтіп ойладым. Тисе болып тұрмаймыз. Тиді. Және Дәуіт ағаның 4-ші мүмкіндігі бұл бізге алып келді 2 ұпайды. Яғни Дәуіт аға сізде қазір 10 ұпай және соңғы мүмкіндігіңіз. 8 или 10-ға. 8-ге тимейміз. 8-9-10-ға тегізсеңіз, сіздердің араларыңызда, егер 8-ге тегізсеңіз. Последний ғой, шектетіңіз. Последний оқ. Или 10-ға, или 9-ға, или 8-ге тисеңіз, біз бірінші орын аламыз.
Подождите, давайте асықпаңызшы. Иә, Майра. Бисмилля. Андай, уайым болып тұр ше. Ну, в общем, короче, Дәуіт аға андай последний оғы қалды ғой, сол кезде ойладым. Қазір 10-ға тиеді. Блин, кинодағындай болды ана жақта ше. Тып-тыныш болып қалды, Дәуіт аға андай. Деп каждый андай демін естіп тұрасың ғой андай. Уайымдап отырмын. Әлде болып сам көреді. Қадай еді ғой неге? Молы солай қадап сәймеш. 10-ға тиді. Дәуіт аға да что-то келеді. 10 болды, соңғы неужели бір 9-ға тиіп қалады деп ойлап тұрдым да. Енді біреу соңғысы қалды ғой бір. Соңғысы қалған кезде болды, менікі кіредім ғой. Тимеп па? Өкінішке орай, Дәуіт аға соңғы оғыңыз тимепті. Құрметті көрермендер, ендеше сайыстың бірден 18 ұпай жеңімпазын атап кетейік. Орекең 18 ұпаймен бірінші орын алды. Екінші орын бізде Дәуіт аға 10 ұпаймен, және үшінші орын Мадияр ағамыз өкінішке орай 0 ұпаймен. Осылай сайысымызды аяқтадық. Білмеймін, ол жерде не болып кеткен, чудо болды ғой, білем. О, реально чудо болды. Мен Орекең 18 атқан кезде болды, бір қой беріп тұрмын деп ойладым. Өйткені 18-ді Разия жинаған еді ғой, кезінде бір атқан кезде ше. Жалпы қалай екен сіздерге мылтық ату? Рахмет. Рахмет, әке. Сіз бастаған кезде негізі 18 ұпай жетпей қалатындай болды. Мен болды уже, не істедің деп тұрған ғой, не істедің, 18 не істеп тұрған ғой. 18-бен жеңіске жетіп, сіздерге осылай әдем жеңіс алып Ал? Етережева дедім. Екі зуб артық шығарады. Құдай көмектесті ғой, реально Құдай көмектесті ана жерде ше. Әйтпесе 18 балмен қақтың бірінші орын андай. Ана сайысқа қой алғанда бір ұят екен бір андай ше. Серьезно бір атыс болған сияқты ана жер ше. Тамаша, жалпы негізі барлық атқандарыңыз анау тақтаға тиіп, бірақ жел болғандықтан ба, бағана бір-екі оқтарыңыз былай-былай ұшып кетті. Бірақ не дегенмен сіздерге көптен көп рахмет осындай сайыс үшін. 18 ұпай кішкене ұят болып қалды. Көбірек алу керек еді. Бірақ 18-мен де бірінші орын алып кеткен қызық болды деймін. Құрметті көрермендер, қай отбасыға жанкүйерсіздер, міндетті түрде төменге жазып кетіңіздер. Біз әрі қарай шығарылымызды жалғастырамыз. Сосын лайк, комментарий жазып ұмытпаңыздар, подписка жасауды өткені. Жай отырып көре береді екенсіздер ғой қазір сіздер. Қойыңдар сауында. Үндемей ма? Үндемей. О, мені подписаться етілді. Тамаша. Сосын ойлап қалмаңдар, неге атамай тұр деп мына кісілер. Ана аяқта тұрған нәрсе ол көрмей қалуы мүмкін. Иә, мен сіздерге айтайын. Оқ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Санасаң, алыс емес екен, пайлы болып қалады, қайтсайсың. Ауызбен айтсақ та? 120 шаг жасап бардым. Енді мен бір атып көрейінші, пожалуйста, я? Кет, құрдан, механайт, кет. Давай, екеумізден бірінші кім аңғысын табады. Давай! 4 сиыр қоқ қойып алдадым ғой мен бірақ.